Салауаттың сіз білмейтін сырлары айтылады. Каналдың мақсаты салауат айтушылардың санын көбейту. Бауырлар, сіздерден қолдау болсын. Осы видеоны кең таралу үшін каналға тіркеліп, лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді жаза кетіңіз. Алла баршаңызға разы болсын. Салауаттың 40 қасиеті бар. Бұл дүниедегі әрбір жан мағыналы ғұмыр кешіп, өмірдің таусылмас бақытын табуға ұмтылатыны анық. Осы жолда бір бақытты алдамшы дүниелерден іздесе, бірі тән рахатын қанағаттандыратын қызықтардан көрмек. Десе де ең ақиқат әлбетте жаратқанның бізге берген нығметтерінде жатыр. Асылында пендені екі дүниелік бақытқа жетелейтін көп нәрселер берілген. Сол нығметтердің төресі ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, салауат айту. Қасиетті Құран кәрімде Аллах тағаланың расында Алла және оның періштелері пайғамбарға салауат айтады. Уа иман келтірген мүминдер, сендер де оған салауат айтып, толық мойынсынушылармен салауат сәлем жолдаңдар деп бұйыруына үлкен мән жатыр. Яғни біз салауат айтудың сырларын білу арқылы шексіз бақыттың астарына үңіле алмақпыз. Көптеген ислам ғалымдары салауат айтудың 70-80 тіпті 100-ге жуық қасиеттері бар екендігін тізбектеп түсіндірген. Ендеше салауат сырларының ең маңыздыларын сүзіп алып назарларыңызға ұсынып көрелік. Бірінші, салауат ақыреттік нәтиже, жәннатқа жетелер сара жол. Себебі Әбу Жахвардан риуат етілген хадисте пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кім маған салауат айтудың ұмытатын болса, ол жұмаққа бару жолынан адасты дейді. Демек, шынайы риясыз айтылған салауаттың сыйы шексіз нығмет жәннат болмақ. Екінші, салауат періштелермен бірге жасалатын жалғыз құлшылық. Оған жоғарыда атап өткен Асхаб сүресінің 56 аяты дәлел болмақ. Дұғалардың қабыл болуына бірден бір себеп амал ардақты елшіге, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, салауат жолдау. Ол турасында Сағид ибн әл-Мұсайимен жеткен хабарда Омар Расулаллах былай дейді: маған мынандай хабар жетті. Жасаған дұғалар мен жер мен аспанның арасында қалады. Олар дұғалар пайғамбарға салауат айтумен ғана көтеріледі деген. Яғни дұға етудің әдептерінде Аллаға мадақ, пайғамбарымызға салауат айтумен бастап, соңына дәл сол аяқтауымыздың да мәні осында. 100 дәрежелі амал салауат. Мұндай теңдессіз рахымның пендеге берілуі жаратушының шексіз мейірімінен. Жәбір ибн Абдуллахтан жеткен хадисте пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кім маған бір күнде 100 салауат айтатын болса, Алла оның 100 қажетін орындайды. Оның 70 қажетін ақырет күні, ал 30-ын осы дүниеде орындайды дейді. Ойланып қарасақ, Алла елшісіне оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, салауат айту арқылы еш қиындықсыз біздің дүниелік һәм ақиреттік бар қажетімізді өтелетіндігін көреміз. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, шапағатына лайық болуға бірден бір себеп. Өйткені оған адамзат асылының, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кім о Алла, Мұхаммедке игілік жаса да қияметте өзіңе жақын ет деп айтса, оған менің шапағатым уәжіп болады. Табарани деген хадис куә. Салауат пайғамбармен оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, көрші ететін мүбәрәк сөз. Бұған негіз қияметте маған ең жақын адам, маған көп салауат айтқан адам деген. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Шынайы айтылғанда салауат құлды азат еткеннен де артық болмақ. Басы байлы жанға азаттық сыйлау, рухани және материалдық тұрғыдан да оңай іс емес. Ал бүгінгі таңда тіпті қиын десе де, салауат айту осыншама салмағы ауыр істен де артық болмақ. Бұл сөзіміздің Әбу Бәкір Расулаллахтың пайғамбарға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, салауат айту құл босатқаннан да қайырлы деген сөз қуаттай түспек. Салауат сіз үшін періштелердің дұға етуіне себеп.
Өйткені Абдулла ибн Әмір ибн Ас Расулуллах, кім пайғамбарға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір салауат айтса, періштелер оған 70 рет салауат айтады деген. Жер бетінде ғана емес, аспан әлемінде есіміңіз періштелер тарапынан ұлықтауға ие болып жатса, әрине бұл да салауаттың сансыз нығметінен. Сәлеміңіз Алла елшісіне, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, жеткізілмек. Қуатты хадистердің бірінде жер бетінде Алланың кезген періштелері бар. Олар үмметінің сәлемін сол сәтте маған жеткізеді делінген. Тіпті кейбір ғалымдар салауат айтушының жүзі пайғамбарға көрсетіледі деген тұжырымдар айтқан. Бұл дегеніңіз Алланың ең сүйікті пендесімен рухани байланысты жақындықта боласыз деген сөз. Ал мұндай мәртебе тек салауат айтушыларға ғана тән. Салауат айтушы пенденің ісі жеңілдеп, екі дүниелік қайғысы сейілмек. Убай ибн Қақ пайғамбарымыздан оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дұғаға арнаған уақытымның барлығында салауат айтсам қайтеді деп сұраған кезде, онда Алла барлық қиыншылықтарыңды жойып, күнәларыңды кешіреді деген. Бұл хадистен біз сағаттап дұға жасасақ та, сағаттап салауат айтқандай қажетімізді өтей алмасымызды түсінуге болады. Себебі дұғаңыздың орнын салауат айтумен алмастырсаңыз, біз тіпті енді сұрамақ болған, бірақ әлі де ойымызға келіп үлгермеген қажетімізді жаратушымыз артығымен беріп қоймақ. Салауатты дұғамен алмастырудың терең мәні де осында. Демек, салауат айтудың мәніне терең үне беретін болса, қаншама жақсылықтарға қауышатынымызды аңғарамыз. Қауышып қана қоймай, ақыретімізді реттеп, өзіміз аңғармай жүрген қате кемшіліктеріміздің жолуына жол ашамыз. Сондай-ақ, салауат ұмытқан нәрсені тез еске түсіруге көмектесіп, рухани тұрғыдан кемелденуге үлкен түрткі болмақ. Одан өзге мұсылманның сараңдығы мен кедейлікті жойып, адамның өзіне, амалына, өміріне және оның әрбір мүддесіне қажетті шаруада берекет береді. Және айтылған дүниелердің ішіндегі ең маңыздысы, Рахман иемізге ұнамды жүрек, ақырғы елшісіне, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын деген махаббатқа толы жүрек. Ал шынайы махаббат адам жүрегіне сол нәрсені сүю, көбірек еске алу мен үнемі ойында сақтап жүрумен келмек. Салауат болса пайғамбарымызды, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өмірімізден артық жақсы көруге, жан тәнімізбен оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, байлануға, жадымыздан бір сәтке болсын, есімін оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын шығармауға себеп болмақ. Бар ғұмырымызды арнап сарп етсек те жасай алмайтын, қауыша алмайтын сансыз сауаптармен таусылмас бақыттың кілті салауат айтуда. Осы бір мүбәрәк сөзді үздіксіз қайталап айту арқылы өміріңізді берекелі етіңіз. Шешілмеген түйткілді мәселеңіз болса, салауатты көбірек айтуға дағдыланыңыз. Өміріңізден мән жоғалып береке қашса, салауат айтыңыз. Арман мақсатыңызға жету жолына әлі де қиналып жүрсеңіз, жан дүниеңізге салауатты кіргізіңіз. Қандай да болмасын, амалыңызды ардақты пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сәлем жолдаумен байланыстырсаңыз, екі дүниелік есіктің құлпы оңай ашылмақ. Енді мен сіздерге салауаттың бір-екі түрімен бөліспекпін, соны өздеріңізге жаттап алып, 100 рет немесе одан да көбірек айтсаңыздар абзал болады. Аллахумма солли ала сайдина Мухаммадин набил умми ва ала алихи ва сахбихи вассалим. Тыңдыры Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад.
Қазақша мағынасы: о Алла, Мұхаммедке және оның әулетіне салауат жолдай көр. Бұл қысқаша салауаттың түрі. Мынау енді намазда оқылатын салауаттың бірі. Бұны 100 рет немесе одан да көбірек айтсаңыздар абзалырақ болады. Аллахумма салли алла Мухаммадин ва али Мухаммад, кама салайта аля Ибрахим ва али Ибрахим, иннака хамидун мажид. Аллахумма барик алла Мухаммадин ва али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим ва али Ибрахим, иннака хамидун мажид. Міне осылай айтып жүрсеңіздер, Алланың нұр шапағатына бөленетіндеріңіз анық. Мына салауат, енді салауат нария деп айтылады. Бұл енді салауаттың ішіндегі ең жақсысы, ең жаңағындай дұғаңыздың қабыл болатын салауаттардың бірі. Бұны сіз 40 күн бойы тоқтамай оқитын болсаңыз, Алла өзінің сізге кереметін, өзіңіз ойлап көрмеген бақытқа, байлыққа жеткізеді. Яғни сіз өзіңіз ойланып үлгермесеңіз де сізге Алла өзінің керегін береді. Және де тағы да бір айта кететінім, Алланың есігін қаттырақ қағу деген бар, ол деген түнгі намаз. Яғни тахажжуд намазында салауат айтып отырып, және де тахажжуд намазын 2 ракаттан 8 ракатқа дейін оқитын болсаңыздар, 40 күн бойы тоқтамай оқитын болсаңыздар, дұға тілектеріңіз қабыл болады. Және де осымен қатар салауатты да көбірек айтыңыздар. Ал құрметті менің көрермендерім, менің арнама тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып қойыңыздар. Алда уақытта мен деген көптеген дұғаларды, зікірлерді салатын боламын. Және де басқа да хадистер туралы уағыздар салатын боламын. Соны жіберіп алмас үшін каналыма колокольчикті басып қойыңыздар. Егер менің осы видеом сіздерге ұнап жатқан болса, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіп, комментарий қалдырыңыздар.